Қайырлы күн баршаңызға достар. Әдеттегідей сіздермен Ләззат. Бүгін сіздерге оригинал Whoopie Pie торттың рецептісімен бөлісемін. Бұл торттың бүге-шүгешіне дейін барлығын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге осындай капля шоколад керек болады. Оны кондитерский магазиннен алсаңыздар, сіздерге тиімдірек болады. Шоколадпен сармаймызды микроволновкада ертіп аламыз. Содан соң құрғақ заттарды араластырып аламыз. Ұн, какао, разрыхитель үшеуін жақсылап араластырып аламыз. Менде какао Малайзия какаосы. Бұны да кондитерлік дүкеннен алып қойсаңыздар, сіздерге тиімдірек болады. Жақсылап араластырып қойып қоямыз. Және де жұмыртқамен қантты миксерлейтін боламыз. Біздің осы жұмыртқамен қантты миксерлейтін ыдысымыз құрғақ әрі таза, ешқандай су болмау керек. Жұмыртқамызбен қантты әппақ масса болғанша жақсылап миксерлейміз. Кез келген торттың және де Whoopie Pie'дің биік болуы үшін ең маңыздысы осы қант пен жұмыртқа жақсылап миксерленуі керек. Миксердің жай жылдамдығын көтере отырып, қантты аз-аздан салып, жұмыртқа мен қантты массамыз 2 есе ұлғайғанша тоқтатпай араластырыңыздар. Жұмыртқалы массамыз қаншалықты жақсы араласса, сіздердің Whoopie Pie'лардың корждары биік болып шығатын болады. Менде көріп тұрғандарыңыздай 2 есе ұлғайды, әппақ керемет масса болып шықты. Осының үстінен жаңағы сармаймен еріген шоколадымызды ыстық күйінде де, суған күйінде де араластыруға болады. Құя отырып, жақсылап миксерлеп аламыз. Көп миксерлеудің қажеті жоқ, тек қана жақсы араласса болғаны. Және де міндетті түрде ұнымызды, жаңағы какао разрыхитель араласқан массамызды міндетті түрде ұн илегішпен өткізіңіздер. Сонда ауа алмасып, сіздердің корждарыңыздың арасы жақсы болып шығатын болады. Осылай бірден салып жібермеңіздер, 2-3 бөлікке бөліп салып миксерлеп аласыздар. Бізде осындай масса пайда болады. Мен үнемі осы поклан бумагасын қолданамын. Пергаментный бумага өте сапалы, жабыспайды. Осы пергамент бумагасын пайдалануға кеңес беремін. Және де өздеріңізге арнайы бір формаларыңызды алып, бумаганы салып, дәл осылай форма шығарып аласыздар. Менде 24 сантиметрлік форма, әр коржға 4 ас қасықтан саламын. Менде 4 корж пайда болды, 4-еуін толығымен. Осылай бір тегіс етіп шығыңыздар, сонда сіздердің корждарыңыз бір тегіс әдемі болып шығатын болады. Барлығын тегістеп, алдын ала қызып тұрған 200 градуста 5-6 минут көлемінде пісіріп аласыздар. Піскенін міндетті түрде ағаш таяқшамен тексеріп алыңыздар. Енді кремін жасайтын боламыз, корждары пісіп суығанша. Негізі оригинал Whoopie Pie'дің креміне маскарпоне қосылады. Мен маскарпоне қоспаймын, тиімдірек болу үшін өте қолжетімді бағада осы Коллег фирмасының творожный сырын саламын. Және де творожный сыр мен сахарный пудраны ең бірінші жақсылап араластырып алсаңыздар, сіздердің кремдеріңізде ешқандай түйіршік болмайды. Міне екеуін жақсылап біріккенше миксерлеп аламыз. Мен үнемі қолданатын сливки осы 33% крем сливочный деген сливкиді қолданамын. Маған өте қатты ұнайды, сіздерге де кеңес беремін. Және де миксердің жай жылдамдығын көтере отырып, қою өз массасын, өз формасын ұстап тұратындай болғанша жақсылап миксерлеп алыңыздар. Не көріп тұрғандарыңыздар, қою өте дәмді крем пайда болады. Енді тортты жинайтын боламыз. Алдын ала піскен коржымызды формамызбен өлшеп, кесіп, барлығын дайындап алатын боламыз. Енді кремге бізге арнайы Whoopie Pie'дің насадкасына арнайы мешокқа кремдерімізді салып, теңдей 3 бөлікке бөліңіздер. Содан соң Whoopie Pie'дің коржын мен теріс қаратып қойып, дәл осылай шариктер шет-шетіне видеода көрсетілгендей шариктер жасап шығатын боламын. Барлығы шеті бір тегіс етіп, шариктерін қойып, ортасына кремімізді жағып, барлық тортты толығымен дәл осылай жинап шығатын боламыз. Кезек-кезек корждарымызды дәл осылай тортты жинап шығатын боламыз. Корждары өте биік, кремдері өте нәзік, ең керемет Whoopie Pie'лардың бірі.
Мен дәл осы рецепт бойынша алдында заказда қабылдап жүрдім. Сіздер де жасап заказ қабылдасаңыздар болады. Ең соңғы бөлігін қойып, ең соңғы бөлігіне кішкене крем жағып, сіңіп, мұздатқышқа 2-3 сағатқа қойып қойыңыздар. Содан соң менде глазур шоколад пен сливкиді ерітіп құйып жібересіздер. Ал бетін әрлеу өз еріктеріңізде. Осымен біздің вупи пайымыз дайын. Сіздерге видео ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.